Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте бала кезіміздегі дәмді еске түсіретін сүтті коржықтар дайындайтын боламыз. Керемет дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз қамырды дайындау үшін еріп тұрған майға, тым қатты сұйық емес, қоймалжың түрде еріп тұрған майға бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін араластырғаннан соң оған қантымызды қосып, жақсылап тағы да араластырасыздар. Және де сүтімізді қосасыздар да бір келкі масса пайда болғанша араластырып аласыздар. Араластырып болғаннан кейін оған біз ұнымызды, разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды және де аздаған шым тұзымызды қосып, бір келкі қамыр пайда болғанша, яғни қатты қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илейсіздер. Илеген қамырыңызды мешочек, яғни салфанға салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоясыздар. Кейін жарты сағаттан кейін алып, 1 сантиметрлік қалыңдықта, жұқалау, қатты жұқада емес, қатты қалыңда емес, сондай 1 сантиметрлік қалыңдықта жайып аласыздар. Жайып алғаннан кейін арнайы форманың көмегімен немесе кез келген домалақ нәрсенің ыдыстың болсын көмегімен дөңгелетіп кесіп аласыздар, видеодағыдай. Кесіп алған коржықтарымызды формаға салып, духовкада 180 градуста 20-30 минуттай беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Осындай коржықтар дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер де сізге видео ұнаса, лайк басып кетуде ұмытып кетпеңіздер. Ас болсын.